Сәлем достар, сіздермен Гүлсана каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен біз қара өрік қосылған пирог дайындаймыз. Ол үшін 120 грамм ерітілген сары майға 150 грамм қант қосып, 2 жұмыртқа қосып, барлығын араластырамыз. Содан кейін 150-120 граммдай ұн қосып, 1 шай қасық қопсытқыш қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Міне бізде осындай консистенция шығады. Енді осы қамырымызды біз формамызға саламыз. Алдын ала духовкамызды жағып қоямыз. Міне бізде осылай формамызға салдық және үстіне қара өріктерімізді осылай салып шығамыз. Міне осылай біз қара өріктерді салып шықтық. Енді үстіне 1 шай қасық корица қосамыз. Және 2 шай қасық қант қосамыз. Корица қосу міндетті емес. Корицаны жақсы көрмесеңіздер, қоспай қойыңыздар. Міне біздің пирогымыз пісіп шықты. Иісі деген керемет, корицаның иісі күшті болып шығып тұр. Өзі сонда жұмсақ болып пісіп шықты. Міне, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Бұл өте дәмді, сонда күшті болып пісіп шықты. Ас болсын.